Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылдық округі. Көксу ауылдық округінде 8256 адам тұрғын тіршілік етеді. Оның ішінде 1106 адам тұрғын үймен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда біздің ауыл тұрғындары ауыл шаруашылықпен айналысады. Ауыл шаруашылығының ішінде мақта бізде ауыл шаруашылық жерлерінің бәрі 9615 гектар құрайды. Оның ішінде 3700 гектардай мақта дақылы егілген. Негізінде мал шаруашылығымен кәсіпкерлеріміз бар. Ондаған тіркелген ауыл аманатымен 47 адамымыз жеңілдікпен кредит алып, қазірден өз жұмыстарын істеуде. Ауылымыз 2020 жылы 21 жылы газдандырылған, коммуналдық қызметтердің бәрі толыққанды жұмыс істейді. Ауылымызда 5 мектеп бар. Округімізде бір жалпы орта мектеп, бір мектеп гимназиясы бар, 3 бастауыш мектебі бар. Және де оның қосымша 3 балабақшамыз бар. 2 мемлекеттік, 1 жекеменшік болып табылады. Қазір өздеріңіз көріп отқан мына ғимарат мәдени орталығымыз 2024 жылы осы өңірдің сол кездегі басшысы әкіміміз Дархан Сатыбалдымен үлгілі ауыл дейтін номинациясы конкурс болған. Конкурс нәтижесінде біз жүлделі бірінші орынды жеңіп алғанбыз. Жүлделі жаңа конкурстың шарты бойынша жүлделі орындарға ауылдың ішінен облыстық бюджет есебінен бір әлеуметтік нысан салып беретін болған. Сол әлеуметтік нысаны 2025 жылы мемлекет сатып алу конкурсы ойнатылып, одан Рунету компаниясы ұтып алып, 2025 жылы құрылыс жойылып, ол өтпелі болып, 2026 жылы ақпан айында қолданысқа берілді. Бұл енді мәдени орталығымызда өздеріңіз көргенде кітапхана, Көксу ауылының мұражайы, одан басқа көркемөнерге және балаларға арналған үйірмелеріміз бар. Оның кішкене кинотеатрымыз бар. Одан басқа ардагерлік кеңес бар. Ардагерлік кеңес әр аптаның жұма күндері кездесіп отырады. Осы ардагерлерімізге, ол ардагерлердің мақсаты осы ауылдың ауызбіршілікке, жастарымызға және өнегелі тұрмыс құрып кетуіне, ары қарай өз өмірін жалғастыруына көп септігін тигізуге қазіргі таңда. Ауылымыз жалпы алғанда аудан бойынша ең іргелі және тарихы кең болып есептеледі. Өйткені 1937 жылы құралып, қазіргі таңда 2027-90 жылдың тойлаймыз. Аудан Көксу ауылы, бұл Көксу ауылы негізді үлкен тарихы бар. Енді Құдай қаласа 27 жылы, 2027 жылы 90 жылдығы бар. Ол мына жердегі тарихи мұражайымызда, мына жерде қазір ғана азғантай нелеріміз бар. Бірақ негізі бұл Көксу ауылының ең көп Қалмырза Мәулен деген кісінің еңбегі өткен, сол кісіге мүсін қойғанбыз. Бұл кісі 30 жылдан астам осы жерде Қаракөл совхозын басқарған, атысында жердің Камал Тұрсынбай дейтін кісілеріміз бар. Айгүл Қалмағанның қанша дейтін мүшелер тұрмазымыз бар. Ол кісі қалғанын финалда елбасы болып, бірталай ауданның әлеуметтік дамуының үлкен үлестерін қосқан. Одан басқа мына жерде көріп өткеннің еңбек алған азаматтарымыздың бәрі қазіргі уақытта олардың бәрі жинақталу үстінде. Келешекте осы 90 жылдың осы көптің бәріне осы ауылға еңбек адамдардың бәрі естеліктер қойылатын жатыр. Жалпы алғанда 90 жыл қайта берсе ол тарихы кеңінен келеді. Ол адыс болса, 90 жылдыққа шақырамыз.